Қош келдіңіздер, қалдарыңыз қалай, қыздар? Қосылып жатыр екен, өте қуаныштымын. Жағдайларыңыз жақсы ма, қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бүйрек жайлы болады, профилактикасы болады. Не үшін біздің бүйрегімізде тас пайда болып жатыр? Не үшін көбінесе әйел азаматы циститпен ауырып қалып жатады? Оның барлығын профилактикасын біз қазір айтатын боламыз. Қыздар қосылсын, сосын бастайық. Менің арықтау марафоныма қатысып жүрген қыздар бар ма араларыңызда? Міндетті түрде бұл жерде қазір сұрақтар да болады. Егер эфирді толықтай көре алмасаңыздар, эфирді сақтап қоюға тырысамын, сосын көріп, міндетті түрде сұрақтарға жауап беріңіздер, шамаларыңыз келгенше. Даусым шығып жатыр ма, қыздар? Барлығы жақсы естіліп тұр ма? Қалайсыздар? Бір жауап беріп жіберсеңіздер, сосын біз бүгінгі тақырыпты айтып өтсек, содан соң мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берем. Естіліп жатыр ма барлығы? Естіліп тұр, барлығы жақсы, қыздар? Бір жауап жазып жіберсеңіздер. Сәлематсыз ба, бауыр туралы болмайды ма эфир дейді. Қыздар, бауыр туралы біз кеше айтып өттік. Эфир сақталып тұр, көріп алсаңыздар болады. Бүгінгі біздің тақырып бүйрек жайлы болады. Естіліп тұр дейді. Жақсы, тамаша. Ондай болса біз бастайық, өте қуаныштымын. Жалпы не үшін бүйректе тас пайда болады? Бір қыз сұраған екен, Гүлбала ханым, бүйректе тас не үшін пайда болады? Сол туралы айтып өтсеңіз дейді. Қыздар, білесіздер, біз күнделікті ішіп жеген тамақтарымыздың құрамында тұз өте көп, Ол сіз қандай тамақ жесеңіз де, сіз оған міндетті түрде тұз қосасыз, дұрыс па? Оны сіз сорпа істесеңіз де қосасыз, салат жасасаңыз да қосасыз, свежий салат жасасаңыз да қосасыз, дұрыс па? Оның барлығы тұз. Ал бүйректе тас ол тұздан пайда болады. Яғни сізде мына күнделікті ішіп жеп жатқан тамақтарыңыздың барлығының құрамында тұз бар. Оның барлығы біздің бүйрек арқылы кіші дәрет, үлкен дәрет арқылы өтеді ғой енді, ішіп жеген суымыздың барлығы сол арқылы өткендіктен біздің бүйректе сіздердің ішіп жеген тұздарыңыз сол жерде жиналады. Сол арқылы тұздарыңыз жайлап көбейіп, ол тасқа айналады. Бірінші құмға айналады, құмнан кейін ол тасқа айналады. Жалпы көлемі, қыздар, тастың 1 миллиметрдан 1 килограммға дейін барады. Тастың көлемі. Яғни ол тек қана бір бүйректе ғана бола салмайды, ол мына екі бүйрегімізде де жалпы көлемі, көлем жағынан 1 килограммға дейін барады салмағы. Осындай случай болған, бір адамда 2,5 килограмм тасты бүйрегінен алған екен. Енді ол өте сирек кездеседі, бірақ дегенмен де ондай оқиғалар болған екен. Сол себепті оның барлығы біздің рационға байланысты, біздің дұрыс емес тамақтанғанымызға байланысты. Біз жақсы көреміз ғой, чикенді жегенді жақсы көреміз, острый чикенді жегенді жақсы көреміз, дұрыс па? Қандай да бір тамақтарға бір ащы тағамдарды қосып жегенді жақсы көреміз. Оның барлығы біздің бүйрегімізге ауыр тиеді, қыздар. Оның егер сіздің асқазан ішек жұмысыңыз дұрыс жасамайтын болса, жеген тамақтың барлығының тұзы біздің бүйрекке жиналатын болады. Сол себепті ертең бүйректе тас, құм жиналған кезде, қыздар, сіздер кіші дәретке барған кезде кіші дәреттеріңізге қиналып шығуларыңыз мүмкін, егер тас жиналып жатқан болса. Енді қанша адамда ондай ауру кездеседі деп сұрауларыңыз мүмкін. Көбінесе бір 20-40 жас арасындағы жас адамдарда өте көп кездеседі. Әрбір 10-шы адам осы бүйрекпен проблемасы бар екен. Яғни автобуста тұрса да, машинада отырса да, бір жерге кетіп бара жатса да, жүрсе де тұрса да, бүйректері ауырады, яғни белдері ауырады. Мен белім ауырып жатыр деп көп әйелдер айтады, орнымнан зорға тұрып жатырмын деген сияқты. Сондай симптомдар сіздерде болады ма?
аяғымды баса алмай қалам деген сияқты да, аяғым ісіп кетті, немесе денем ісіп кетті, көзімнің асты ісіп кетті деген сияқты көптеген жаңағы өздерінің проблемасын айтып жататын әйел азаматы да, ер азаматы өте көп. Сондықтан соларға айтарым, сіздер бірінші бүйректі жаңағы УЗИ-ға түсіріп, көрсеңіздер болады. Өйткені егер бүйректе тас, құм, тұз жиналған кезде ол ешқандай симптом болмайды, қыздар. Ешқандай симптом байқалмайды да, сізде шынымен де сіз оны білмей қаласыз. Өйткені ол ауырмайды, ол жайлап асқынып ертең мына нәжіс шығатын жол бар ғой, несіп шығатын жол, яғни кіші дәрет шығатын жолыңызды сіздің сол тас бітеп тастауы мүмкін. Сосын барып қана сізге сіздің мача деп айтамыз ғой, сода қан пайда болуы мүмкін, немесе кіші дәретке барған кезде ауыртпашылық пайда болады, ішіңіздің асты ауыруы мүмкін, беліңіз ауыруы мүмкін. Оның барлығы мына бүйрекпен проблема болған кезде болып жатады, қыздар. Сол үшін енді әрбір 10-шы адам дедім, әрбір 10-шы адамда осындай бүйрек ауруларымен, бүйрекпен проблемасы бар адамдарда. Енді үлкен адамдарда ондай кездеседі ма деген сұрақ болуы мүмкін. Әрине кездеседі, қыздар. 70-тен асқан әйелдерде де, ер азаматында да 9 пен 17% арасында осы бүйрек аурулары кездесеткен. Сол себепті көбінесе мына жастарымыз неге 20 жас пен 40 жастың арасында көп кездеседі деп сұрап жатасыздар, Өйткені мына біз гинекологические заболевания деп айтамыз ғой енді, сондай жағдай болған кезде біз егер толыққанды емделмейтін болсақ, гинекологқа барып, урологқа барып, нефрологқа барып емделмейтін болсақ, ол асқына береді. Әр қарай ол сіздің бүйрегіңізге өзінің зиянын тигізуі мүмкін. Цистит болып қалып жатамыз, желең жүріп қаламыз, немесе аяғымызға ешқандай колготки кимейміз деп айтсақ та болады, қыста да. Жай кафронмен жүрулеріңіз мүмкін да, қыздарда, араларыңызда енді барлықтарыңыз қыздар шығарсыздар отырған. Солай соқтатып аламыз, цистит болады, ол асқынады, вирус пайда болады. Сол кезде дереу сіз емдемейтін болсаңыз, бірден біздің бүйрегімізге өзінің әсерін тигізеді. Сол арқылы ертең сіздердің бүйректеріңіздің жұмысы нашарлайды. Бүйрек нашарлағаннан соң сіздердің асқазан ішек жұмысы нашарлайды, бауыр нашарлайды. Сол арқылы ішіп жеген тамақтарыңыздың тұздары дұрыс сіңбейді, бүйрекке барып ол жерде жинала береді, кристаллообразный болып жиналады. Сол ертең майда тұздарыңыз құмға айналады, ол құм тасқа айналады, тас зәр шығаратын жолды бітеп тастайды. Бітеген кезде сіз зәр шығара алмай, бүкіл денеңізді улайтын боласыз. Яғни адам әжетханаға бара алмаса, білесіздер, оның барлығы денеге тарайды. Мысалы, сіз бір күн бойы әжетханаға шықпай, қуығыңызда ұстап жүретін болсаңыз, оның өзі адам денесі сарғайып кетуі мүмкін, өйткені бүкіл токсиннің барлығы шықпағаннан соң адамның денесіне тарайтын болады. Сол үшін әрдайым айтады, ешқашан зәрді ұстап сақтап отыруға болмайды. Міндетті түрде оның барлығын біз шығарып тастауымыз қажет, қыздар. Ұмытпаймыз. Енді ол тастар қайдан пайда болады деген сұрақ болуы мүмкін, әрбірімізде. Мен қазір бірнеше себептерін айтамын. Соны міндетті түрде сіздер естеріңізде сақтап жүріңіздер, қыздар. Біріншісі ол зат алмасудың бұзылуы. Яғни сіздің күнделікті тамақ жеп алып бірден жата қалуыңыз. Тамақ ішіп аласта таза ауамен демалмайсыз, жаттығу жасамайсыз, немесе көбірек жүрмейсіз, бірден жата қалған кезде ол біздің ішіп жеген тамағымыз толықтай сіңбейді, асқазанда толықтай сіңбейді. Сіңбегеннен соң ол біздің асқазан ішек жұмысы бұзылады. Сол арқылы ол жердегі тамақтардың барлығының токсиндары, соның барлығы бүйрекке барады, сол жерде жиналады, қыздар. Ол бірінші себеп. Екіншісі қышқыл және ащы тағамдарды көп тұтынуымыз. Ол қандай тағамдар? Ащы және қышқыл. Ол біздің біз даже банка жабамыз да, оны бір ащы қылып дайындаймыз.
аттарын ұмытып отырмын енді, ол салаттардың, иә, соларды жаңағы палау болсын, басқа тамақ болсын, соған қосып жегенді жақсы көреміз. Біз ол генетически да болуы мүмкін да, сіз жаңағы сіздің ата-анаңыз солай ащы жеп үйренген адам болатын болса, сізде соны өзіңіз тартып тұрады да, организм требует дейді ғой. Вот сондай жағдай болуы мүмкін, қыздар. Сондай болатын болса, онда шамаларыңыз келгенше одан бас тартуға тырысыңыздар, өйткені ол да біздің бүйрекке әсер етеді да. Сол үшін көбінесе көздері ісіп кетіп жатады, иә, денелері ісіп кетіп жатады, отек болып таңертең тұрған кезде жаңағы бүкіл денесі ісіп, беттері кәдімгідей ісіп кетіп жатады. Оның барлығы мына біздің бүйректің жұмысы нашарлаған деген сөз, қыздар. Үшіншісі, біз рационда ақ қантты өте көп қолданамыз, иә, рафинированный жаңағы сахар деп айтамыз ғой. Оның барлығы, қыздар, білесіздер, біздің мына бүйректің жұмысын нашарлатады. Ол сіздің тек қана бүйректің емес, организмда қант жиналса, білесіздер, қант диабеті болуы мүмкін, холестериннің деңгейі көтеріліп кетуі мүмкін, иә. Оның барлығы бізде артық салмаққа алып келеді. Артық салмақ, білесіздер, бүкіл ағзаның жұмысын нашарлатады, қыздар. Сол себепті ақ қанттан да шамаларыңыз келгенше бас тартыңыздар. Қоңыр қант бар, бал бар да, мысалы, егер прям қатты қантты жегілеріңіз келіп бара жатса, немесе айтамыз ғой, фитпарат деп, сахарозаменитель дейміз, иә. Негізі сахарозаменительді диабетиктерге арнап шығарған, олар негізі аптекада тұру керек да. Оны тек соларға ғана жеуге рұқсат деген, енді медицина саласында көбінесе солай айтып жатады. Ал қазір енді барлық жерде бар, бүкіл жаңағы супермаркет болсын, иә, қарапайым магазин болсын, барлық жерде фитпаратты таба аласыздар, сахарозаменитель таба аласыздар. Соны да қолданып көрсеңіздер болады, қыздар. Келесі, кальцийді, жаңағы құрамында кальций бар тамақтарды көбірек қолдануымыз. Яғни жай ғана қарапайым құрт алуымыз мүмкін да. Құрттың құрамында тұз да көп, оның құрамында кальций да көп, дұрыс па? Біз балаларымызға жаңағы кальций жесін, сүйегі қатты болсын, жаңағы тырнақтары қатты болсын да, сыңғыш болмасын, тістері мықты болсын деген сияқты біз балаларымызға кальцийді даже аптекадан алып өте көп беріп жатамыз, дұрыс па? Оның барлығы дұрыс емес, қыздар. Сіздер кальцийға анализ тапсырып көрулеріңіз керек. Егер сіздерде норма болатын болса, онда ешқандай артық сырттан препараттарды қолданудың қажеті жоқ. Оның артық кальцийді ол керісінше балаға да, анаға да, барлығына, бүкіл адамға ол зиян, қыздар. Сол себепті күнде құртты жейтін адамның өзінде де, білесіздер, жаңағы құрттың құрамында тұз көп, ол тұз да біздің бүйрегімізге әсер етіп жатады. Оның кальций енді соль ғой, ол да біздің бүйрегімізге әсер етіп жатады. Егер артық деңгейде қолданатын болсақ, оның барлығы бізде бүйрек ауруына алып келуі мүмкін, қыздар. Енді келесі бізде А және Б дәруменінің жетіспеушілігі. Оны сіз қалай білесіз? Оның сіз денеңіз құрғақ болып кетіп жатады. А дәрумені, яғни ол майлар, иә, көбінесе майлар, омега-3 ішіп жатасыз. Дененің құрғақтығы, шаштың түптерінің қайызғақтар шығып кетуі, немесе шашыңыз көп түсуі болуы мүмкін да, бүкіл беттеріңізде әжім пайда болуы, оның барлығы біздің ағзада А дәруменінің жетіспеушілігі. Енді Б дәрумені жетіспеушілігі, оны біз қалай білеміз, иә? Стресстік жағдайлар. Сіз тез ашуланып кететін болсаңыз, сіз тез бір нәрсеге шыдамсыздық болатын болса да, сізде мысалы бір нәрсеге шыдамай барлығын өзіңіз істеп кеткіңіз келетіндей жағдай болады. Сабырсыздық деп айтамыз, иә. Сондай жағдай болатын болса, ұйқыңыз нашарлаған болатын болса да, ұйықтай алмай түнімен оянып қайта сондай жағдайлар болатын болса, демек сізде Б дәруменінің жетіспеушілігі. Соны өзіңіз байқасаңыз да болады, немесе анализ тапсырсаңыз да болады, қыздар. Түсінікті, иә? Осындай жағдайларда да сіздерде А мен Б дәрумені жетіспесе, сіздің бүйрегіңізге кері әсерін тигізуі мүмкін, қыздар. Келесі, асқазан ішек созылмалы аурулары. Яғни жаңада мен айтып өттім, ол язва болуы мүмкін, иә, асқазан жарасы деп айтамыз, диарея пайда болуы мүмкін, гастрит, панкреатит, және де өте көп аурулар бар, созылмалы аурулар асқазан
асқазанның, соның біреу болуы мүмкін. Егер болса, оның өзі тамақты толыққанды сіңбегендіктен жаңағы асқазан ішек жолында біздің бүйрегімізге өзінің кері әсерін тигізіп жатады. Содан да біздің бүйрегімізде тұз пайда болуы мүмкін, қыздар. Ескереміз оны да. Сол себепті міндетті түрде асқазаныңыз ауырса, гастроэнтерологқа барып, өзіңіздің терапевтіңізға барып, қандай назначение береді, соны шамаңыз келгенше көп уақытылы алып, емделіп алғаныңыз абзал. Негізі көбінесе бізде не үшін асқазан ішек аурулары пайда болады? Көбінесе диета ұстағысы келетін қыздар. Тек қана күрішті бір апта жеуі мүмкін, бір ай жеуі мүмкін, тек су ішуі мүмкін, немесе тек гречка жеуі мүмкін, немесе коктейльдер ішуі мүмкін, немесе қыздар әртүрлі арықтататын дәрілер ішуі мүмкін. Вот сондай жағдайларда сіздерде асқазан ішек жұмысы бұзылады. Сосын язва, жарасы, асқазан жарасы деп айтып жатамыз. Немесе өте көп дәрілер ішетін адамдар, тек қана арықтау үшін емес, қыздар, қарапайым, менің басым ауырып жатыр деп дәрі ішуіңіз мүмкін, менің тісім ауырып жатыр деп дәрі ішуіңіз мүмкін, немесе бүйрегім, бауырым ауырып жатыр деп дәрі ішуіңіз мүмкін да. Вот соның барлығы біздің асқазанымызда жара пайда болуына алып келуі мүмкін. Сол себепті шамаларыңыз келгенше дәрі ішпеген абзал. Оның орнына қарапайым правильное питание, енді профилактикасын деген ғой, ауырмай жатып барлығының алдын ала профилактикасын жасаған абзал. Өйткені білесіздер, әрбір дәрінің бір пайдасы болса, екінші жағымызға оның зияны болады. Оның барлығы біздің бүйрегімізге өте қатты нагрузка, қыздар. Соны ұмытпаймыз. Келесі біздің айтып өттім, несіп жыныстық ағзалардың аурулары. Яғни біз жүкті көтерудің жүкті болудың алдында, алдын ала планирование дейді. Сол кезде анализ тапсырған кезде сізде қандай да бір генетический, яғни гинекологический бір ауру бар, соны емдеу керек, немесе осында вирус бар, немесе бактерия бар деген кезде біз қойшы деп қоя салуымыз мүмкін. Шынына келгенде біз оны уақытылы емдемейтін болсақ, ол біздің ертең қайтадан бүйрегімізге өзінің кері әсерін тигізуі мүмкін. Сізде цистит пайда болуы мүмкін, немесе көтерген кезде бала түсіп қалуы мүмкін, немесе тағы да бір сондай қарсы көрсеткіштер болуы мүмкін, Вот, сол себепті қыздар міндетті түрде, егер сондай да бір аурулар пайда болса, уақытылы емделген абзал. Соны ұмытпаймыз. Енді сіздерге тастың тас пайда болуы, не үшін тас пайда болады? Мен сіздерге қазір соны айтайын, сонында сіздер есте сақтап алсаңыздар болады, қыздар. Басты себептер, басты факторлар деп айтсақ та болады. Қараңыздар, біріншісі біз сұйықтықтың жетіспеушілігі. Яғни сіз күніне қанша су ішесіз? Мына жерде отырған қыздар, қанша су ішесіздер сіздер күніне, мысалы? Енді айтып жатамыз, дұрыс тамақтануда міндетті түрде күнделікті суды 2 литр ішу керек деп, Бірақ шынына келгенде сіз өз салмағыңызды 30-ға көбейтесіз. Сол жердегі шыққан сан сіздің бір күндік ішуіңіз қажет су. Бірақ бүйрегі ауыратын адамдар болатын болса, араларыңызда ісіну процесі күнделікті болатын адамдар болатын болса, 2 литр суды сіз іше алмайсыз. Керісінше одан бетер ісіп кетуіңіз мүмкін. Сол себепті суды азайтасыз, 1 литрға дейін азайтсаңыз болады. Сосын қосымша почечный фиточайлар бар ғой, шөп шайлар, қыздар, қарапайым шөп шайлар. Оны да сіз өзіңіздің дәрігеріңізден сұрау арқылы ғана ішсеңіз болады. Бірақ алды берді күнде шөп шай ішуге болмайды. Күнде почечный фиточайларды ішуге болмайды. Тек қана дәрігердің рұқсатымен, қыздар. Түсінікті ма? Егер сізде сұйықтық аз болатын болса, біздің зәріміздің түсі қоңырлау болады, бір темный болады, кәдімгідей өздеріңізде байқайсыздар. Сондай болатын болса, демек сіз суды аз ішесіз. Міндетті түрде күнде 10 стакан су ішу керек. Соны ұмытпаңыздар, хотя бы 10 стакан су ішу керек. Ал жаңағындай ауру кәдімгідей шынымен де уже сізде басталған болса, онда азайтып, емдік суларды ішсеңіздер болады. Сосын рационның дұрыс болмауы, қыздар. Рационның дұрыс болмауы, яғни сіз таңертең мен завтрак ішкім келмейді, менің қарным аш емес, мен тамақ жегім келмей жатыр деуіңіз мүмкін да. Мен ертерек жұмысқа кешігіп жатырмын, ішпей-ақ тұрып
сразу кете салайын жұмысқа деген сияқты да ой болуы мүмкін. Сол олай болмайды. Рацион дұрыс болмаса, сізде міндетті түрде жаңағы бүйрекпен проблема пайда болуы мүмкін. Қыздар айтып жатырмын ғой, сіздер бұл бірден пайда бола қоятын нәрсе емес. Сіздер қазірден бастап, мысалы, күнделікті таңертең тамақ ішпейтін болсаңыздар, рационды дұрыстамайтын болсаңыздар, сіздердің ол постепенно 40-қа дейін әйтеуір бір почкаларыңыз ауырып қалуы мүмкін, қыздар. Енді мысалы обедте сол жерде жаңа жұмыста отырып бір нәрсе тапсырыс бере салайықшы деген сияқты, ол жерде рационға қарамайсыздар, құрамына қарамайсыздар тағамның. Ол суши болуы мүмкін, ол пицца болуы мүмкін, ол KFC енді чикен дейміз ғой. Чикен болуы мүмкін, аш, әртүрлі майлы, оның барлығы дұрыс емес. Сіз де біліп тұрсыз, мен де біліп тұрмын, бірақ жаңағы арзан болғаны үшін, қолайлы болғаны үшін, тез алып келгені үшін сіз оны жеп тойып аласыз. Оның ертең сіздің қалай әсер ететінін сізге маңызды емес, сіздің денсаулығыңызға. Бастысы менің қарным тоқ болды деген сияқты. Сосын сіз оны газдалған сусынмен бірге ішіп аласыз, тезірек қорытылып кетсін деген сияқты. Жаңа Кока-кола болуы мүмкін, Фанта, не знаю, Пепси болуы мүмкін, солармен бірге ішесіз. Одан соң оны білесіз, оның құрамында қанша аққант бар екен. Оның барлығы біздің фильтр ғой енді бүйрегіміз. Через бүйректен өткеннен соң білесіздер, фильтрда қанша шлактар, токсиндар пайда болатын. Оның барлығын сіз профилактика ретінде таза су ішкеніңіз 1000 есе артық етті, бүйрекке жеңіл болатын еді, ең болмаса да, ішінде қанты да жоқ, ішінде жаңағы ешқандай краситель да жоқ деген сияқты. Жоқ, сіз бараста именно сондай су ішкіңіз келеді, өйткені организм этого требует деген сияқты ғой. Ал сіз қазір мысалы жас анасыз немесе енді жүкті боласыз, Құдай қаласа, немесе жаңа планируете деген сияқты ғой, сіз қазір су ішетін болсаңыз, таза су ішетін болсаңыз, рационыңыздың барлығы керемет болатын болса, ертең сіздің балаңызда ондай проблема болмайды. Яғни ода зависимость деген нәрсе болмайды, ол жаңа газдалған сусынға құмартпайтын болады, ол қуырылған тағамдарға құмартпайтын болады, өйткені анадан балаға беріледі, ол генетический, қыздар. Сол нәрсені ұмытпаймыз, жарайды ма? Сіздер қазірден бастап дұрыс тамақтанып үйренсеңіздер, ертең бала шағаларыңызға да ол жеңіл болады. Соларға сіздер жаңа денсаулығын нығайтуға көмек беріп жатсыздар деген сөз ғой. Енді жаңа айттым, ішектің созылмалы аурулардың барлығын айттым. Семіздік. Білесіздер, артық салмақ пен семіздік екеуі екі нәрсе, қыздар. Артық салмақ деген ол сіздің именно бір жеріңізде немесе қол болуы мүмкін, қолыңызда артық май болуы мүмкін, немесе ішіңіз шығып кеткен болуы мүмкін, немесе сандарыңыз үлкен болуы мүмкін. Енді ол да генетически болуы мүмкін, жаңағы артық салмақ. Бірақ семіздік деген ол бүкіл денеміз бірге толады. Бүкіл денеміз, ол бетіңізде толады, ол қолыңызда толады, ол саныңызда, ол ішіңізде, барлық жеріңіз бірге толады. Ол семіздік. Семіздіктің бірінші дәрежесі бар, екінші дәрежесі бар, үшінші дәрежесі бар. Сол артық салмақтан семіздікке өтіп кетпей жатқанда, сіздер бірден дұрыс тамақтанып, рационды дұрыстау арқылы сіздер өздеріңіздің жаңағы денсаулықтарыңызды реттеп алыңыздар. Өйткені семіздікке өткен кезде уже қиын болады артқа қайту, қыздар. Семіз адамдарға қимылдау да қиын, жүру де қиын, жаттығу жасау да қиын, билеу де қиын. Мысалы, ол рационды ұстағысы да келмейді, ол еріншектік басып кетеді ондай адамда, қыздар. Сол үшін сіздер олай жасамаңыздар. Артық салмақ пайда болды ма, желательно сәл-сәл қимылдап, сәл-сәл әрекет жасап, сәл-сәл рационды дұрыстап, өздеріңіздің бұрынғы қалыптарыңызға қайтып келіп алыңыздар. Сонда сіздердің бүйректеріңізбен ешқандай проблема болмайды, қыздар. Келесі тұқым қуалаушылық. Яғни сіздің ата-анаңызда бүйрекпен проблема болған болса, білмеймін, почечная недостаточность деп айтып жатамыз, немесе жаңағы бүйрегінде тас бар, бүйрегінде тұз бар, цистит постоянно, сондай проблемалар болатын болса, қыздар, сіздерде де солай болуы мүмкін. Ол генетически, ол тұқым қуалайды екен, қыздар. Бұл бүйректің проблемасы тұқым қуалайды екен. Сол үшін сіздерде ондай проблема болмас үшін, сіздің балаңызда ондай проблема болмас үшін, сіз өзіңіз әрекет жасауыңыз керек. Болашақты ойлау үшін да. Енді сосын кейбір дәрілік препараттар тоже біздің бүйрекке кері әсерін тигізеді, қыздар. Сол үшін әрдайым әртүрлі баттарды жазып берді ма, болды, мен соны ішемін, сонымен тап-таза айығып кетем деген нәрсе, оның бәрі өтірік. Егер сіз рационды дұрыстамайтын болсаңыз,
хоть миллиондық дәрілер алып ішіңіз, ол ешқандай сізге әсер етпейді. Ойлаңызшы, мысалы күнде сіз тұзды тамақ жеп жүресіз, ана жақтан мынандай дәріні ішіп аласыз да, и все, спокойно жүре бересіз. И все, сіз ойлайсыз, сізде барлығы жақсы болып кетеді. Жоқ, ол дұрыс емес, қыздар. Сіз сол дәрігер енді жазып берген өзі қандай да бір дәрі болатын болса, мысалы сіздің дәрігеріңіз сол дәрімен қоса сіз рационды дұрыстамайтын болсаңыз, сіз майлы тамақтарды жейтін болсаңыз, сіз ащы тамақтарды жейтін болсаңыз, тұзды тамақтарды жейтін болсаңыз, соленый огурцының өзін көп жейміз, соның барлығы жейтін болсаңыз, сіз бәрібір өзіңіздің бүйрегіңіздің жұмысын жақсарта алмайсыз, қыздар. Ол қиын болады, оны жақсарту. Сол үшін рационды реттеу керек. Ең болмаса осы бүйректі жақсартып алғанша өзіңіздің диеталар болады, специально именно бүйрек ауыратын адамдарға дұрыс тамақтану деп айтып жатамыз, соны ұстану керек, судың нормасын орындау керек, ұйқы, жылы жүру керек деген сияқты, соның барлығын уақытылы орындап отыруымыз қажет, қыздар. Енді түсінікті ма, қыздар, барлығын естіп жатсыздар, даусым жақсы шығып жатыр. Енді профилактика, не істеуіміз керек, қалай біз дұрыс тамақтануымыз керек деген сияқты, мен қазір айтып өтейін, содан соң сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беремін. Күніне кемі 10 стакан су ішу. 10 стакан, яғни күніне сіз жай ғана айттым ғой, өз салмағыңызды 30-ға көбейтесіз, сол жердегі шыққан сан сіздің бір күндік ішуге керекті, ішуіңіз қажетті су. Соны күнде ішіңіз. Болды. Сіз уже бүйрегіңізді жуып тазалай аласыз да, сол таза суға. Су қандай болу керек? Су фильтрдің су болу керек. Кран, енді білмеймін қай қалада таза су бар екенін. Біз өзіміз Нұр-Сұлтан қаласы болғандықтан бізде әрдайым фильтрдің суы 5-литровый баклажкамен алып келеміз, бірақ кранның суын ішу мүмкін емес. Оның ішінде ауыр темірлер бар еткені, оның ішінде металлы дейді ғой, очень вредные металлы деп айтып жатамыз, соның экология таза емес бізде, мысалы, білмеймін, сіз қай жерде тұрасыз, білмеймін да. Сол себепті біз әрдайым фильтрдан өткен су ішеміз, бірақ біз қайнаған су ішпейміз. Өйткені қайнаған суда қажетті минералдардың барлығы жойылып кетеді, қыздар. Білесіздер, 100 градуста қайнатылған суда уже микроорганизмдер, микроэлементтер деп айтамыз, соның барлығының уже өзінің күшін жоғалтады, ол пайдасыз, жай ғана өлі су болып саналады қайнатылған су. Бірақ емізетін әйелдер, баланың іші өтіп кетпес үшін сондай су ішіп жатады. Онымен қоса өзі қажетті емізетін аналарға дәрумендер бар, соны қосымша ішіп жатады. Сол арқылы өзінің өзінің қажеттілігін толтырып отырады, қажетті дәрумендерін толтырып отырады. Су арқылы өзінің организмінде сүттің жақсы шығуы үшін ішіп отырады, сорпа ішіп отырады деген сияқты. Дәл солай, сіз де фильтрдан су ішесіз, немесе 5-литровый баклажкадан су ішесіз, бірақ қайнатылған судың әсері онша жақсы болмайды. Содан соң күнделікті лимон қосылған су, сол фильтрдің суына 1 стаканға алып, жарты лимон сығып, соны ішсеңіз болады. Ол да біздің бүйректе тұздың жиналуын бәсеңдетеді, яғни кемітеді. Болдырмайды деп айтсам да болады, күнделікті профилактика ретінде жарты лимонды күнде қолдансаңыз болады. 1 стакан суға, немесе хотя бы 1 литр суға сол жарты лимонды салып, сығып ішсеңіз де болады, тоже пайдалы, қыздар. Бірақ давлениясы төмен, қыздар, сіздерге ондай лимон су күнде іше беруге болмайды. Аптасына 1 рет ішсеңіздер болады, соның өзі сіздің ағзаңызға өзінің жақсы көмегін тигізетін болады, қыздар. Келесі, тұзды рационнан азайту. Мүлдем алып тастаңыздар деп айтпаймын, қыздар. Мүлдем алып тастасаңыздар, уже ешқандай өмірдің қызығы қалмайды деп айтсам да болады. Өйткені білесіздер ғой, енді тұзсыз тамақ жегің келмейді ғой, дұрыс па? Бүкіл аппетиттің барлығы бұғылып қалады, ешнәрсе қызық емес болып қалады, ешнәрсе дәмсіз болып қалады. Сол себепті күнделікті азайтып отырамыз. Сізде қазір ондай ауру жоқ болса, тіптен жақсы. Қазірден бастап азайтып отырыңыз. Соған біз өзіміздің организмімізді үйретуіміз қажет. Сіз өзіңіздің үйретсеңіз, ертең бала шағаңыз да сондай тұзы аз тамаққа үйренетін болады, қыздар. Енді келесі, қыздар, қақталған, тұздалған ет, консервталған тағамдар. Енді біліп отырсыздар, біз сүрленген етті жақсы көреміз. Сүрленген етті барлығы жақсы көреді деп айтсам да болады. Бірақ оны күнде жеудің өзінің бір зияны бар. Күнде сіз сүрленген тұзды
жаңағы етті жейтін болсаңыз, ол өзі сіздің ағзаңызда тұздың жиналуына, бүйректің жұмысын нашарлатуға алып келуі мүмкін. Консервленген тағамдар, химиялық қоспалар қосылған тағамдар, әртүрлі жаңағы айтып жатамыз ғой, тамақтың дәмін келтіру үшін приправалар қосамыз ғой, оның барлығының құрамында біздің ағзаға зиян, біздің бүйрегіміздің жұмысын нашарлататын қоспалар болады өзі. Соның барлығынан шамаларыңыз келгенше азайтып алып тастаңыздар рационнан. Консервтің қазір ешқандай құндылығы жоқ деп айтсам да болады, өйткені сізде барлығы свежий салаттар дайындап жей аласыз, сондай өмірде өмір сүріп жатыр ғой, бір тек қана бәрін қалай айтсам болады, сақтап қойып, сосын ашаршылық өмір емес қой дегенім ғой. Енді консервтің қажеті жоқ қазір. Барлығын свежий түрінде, балғын түрінде қолдансаңыздар болады. Фруктылардың барлығын, овощилардың барлығын күнделікті сіз сәбізден салат жасауыңыз мүмкін. Сәбізден жасағанда да ешқандай мына жерде чем-чем деп бір оқып қалдым. Қыздар, оны қосудың қажеті жоқ. Оның құрамында да білесіздер, біздің ағзаға пайдасыз, зиянды жаңағы өзінің қоспасы бар екен. Сол себепті оның орнына қарапайым азырақ тұз қоссаңыз болады. Морской соль деген бар, қыздар. Сол пайдалы сольдарды қолдансаңыздар болады, Соның өзінде сіздің рационыңыз дұрысталады. Көбірек сұйықтық ішесіз, көбірек жаңағы қайнатылған, парға піскен, духовкаға піскен тамақтарды жейсіз. Тамақтарды жегенде де жаңағы қамырды білесіздер, арықтап семіріп кетпес үшін глютені жоқ тамақтарды жеуіңіз қажет. Глютен мына біздің пшеничная мукада өте көп болады. Сосын қарапайым жаңағы кукурузная мука, овсяная мука, рисовая мука деген сияқты соларды қолдансаңыз болады. Сорт, қыздар, ақнан алатын болсаңыздар, бірінші, екінші сортты ұндарды қолдансаңыздар да болады. Ол жерде глютен аз болады. Пайдалы болады, ешқандай сіздің ағзаңызға қатты зиян тигізбейді. Тек қана пшеничная мукадан нан жасағым келеді десеңіз, бірінші, екінші сорттағы ұндарды қолдана берсеңіздер болады. Келесі, қыздар, артық салмақтан арылып, семіздікке дейін жете көрмеңіз. Яғни өзіңізде түсініп тұрсыз, артық салмақтан арылу қажет, күнделікті шаг жүру керек, би билеу керек, жаттығу жасау керек. Сонда сіздің денсаулығыңыз да, бүйрегіңіз де жақсы жұмыс жасайтын болады, қыздар. Соны ұмытпаймыз. Түсінікті, барлығы. Енді сұрақтарыңызға жауап берейін. Соның барлығын орындасаңыздар, сіздердің денсаулықтарыңыз да, бүйректеріңіз де жақсы жұмыс жасайды, қыздар. Менің давлением төмен, таңертең лимон суы болады ма дейді. Айттым ғой, қыздар, Бану ханым, давлениесі төмен қыздарға болмайды лимон суы. Одан бетер түсіріп жібереді сіздің давлениеңізді. Сәлеметсіз бе? Мен таңнан кейін асқазаным жайсызданып, басым ауырады. Таңғастан соң деп жатсыз ба? Таңғастан кейін, Сіз таңғасты ішіп болған соң бірден жата салмайсыз. Сіз таза ауада жүріңіз. Таза ауа біздің асқазан ішек жұмысын жақсартады, метаболизмді жақсартады. Сіз солай таза ауада жүріп көріңіз, сізге көмектеседі. Сәлеметсіз ба деді. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Тағы. Мен әші чимчи капустаны жақсы көремін. Оны жесек таңертең көзім ісіп тұрады. Вот, видите, Бану ханым, сіз айтып жатсыз қазірдің өзінде сізде бүйрекпен проблемаңыз бар. Олай жеуге болмайды. Оны қазір бүйрегіңізді қалыпқа келтіргенше одан бас тартыңыз. Жай ғана свежий капуста жесеңіз болады. Капустаны майдалап тураңыз да, жаңа морской сольді азырақ қосып жесеңіз де болады. Бірақ толыққанды жаңағы ащы қылып жеуге болмайды. Ол мына жерде Айлин, Айлин ханым жазыпты. Ол опасно дейді. Лимон су күнде ішуге болмайды дейді. Қышқыл көбейіп кетеді дейді. Холестерин көбейеді дейді. Холестерин көбеймейді, қыздар. Лимон суда холестерин көбеймейді. Қышқылдық егер сізде изжога болатын болса, сіздің өміріңізде күнделікті, қазір енді күнде жаңағы өзіңіз байқап жүрсіз ғой, сондай изжога болатын болса, онда сіз бұл лимон суды іше алмайсыз. Ол көтеріп жібереді. Ал сізде барлығы жақсы болатын болса, күнделікті лимон су сіздің денсаулығыңызға ешқандай әсерін тигізбейді, қыздар. Давлениесі төмен қыздар, сіздерге лимон су ішуге болмайды. Келесі сұрақ. Күшті дейді.
Мен 10 күннен асты әбден еріншегім ұстап жүр дейді. Осы еріншектік туралы бір мотивационный эфир өткізгім келіп отыр. Алдағы уақытта тағы опрос жасаймын. Сол кезде қыздар егер сондай сұрақ қоятын болса, міндетті түрде соған эфир өткіземін. Алдын айтып өткен шек жолдарын қайта түсіндіріп жібересіз ба? Эфирді сақтаймын. Сол жерде көріп аласыз, иә. Мен жалқау болып жүрмін дейді. Жалқаулық туралы да эфир өткізгім келіп отыр. Түсінікті, иә, барлығы. Менің почкамда құм бар деген, оны не істеуге болады? Иә, вот не істеуге болады сізде, егер сондай проблема болса, иә. Сіз жаңағы өзіңіздің дәрігеріңізге барасыз. Дәрігер сізді УЗИ-ға жібереді. УЗИ-дің нәтижесін алып сіз нефрологқа баруыңыз мүмкін, немесе урологқа баруыңыз мүмкін. Яғни сіздің бүйрегіңізбен проблеманы анықтайтын дәрігерлер, иә. Соларға барып, солардың консультациясын алып, назначениясын ұстануыңыз қажет. Ол жерде қыздар барлық дәрігердің айтатыны рацион. Бірінші, рационды реттемей, сіздің ешқандай денсаулығыңыз жақсы болып кетсе қоймайды. Рацион дұрыс болса, ары қарай барлығын реттеуге болады, қыздар. Даже гормонды реттеу үшін де рационның маңызы өте зор. Бір күні мен сіздерге гормон туралы да эфир өткізгім келіп отыр. Так, мына жерде бүйрек ауырса творог болады ма дейді. Творогтың құрамында кальций бар, білесіздер, иә. Оның өзі, егер сізде кальцийдің деңгейі жоғары болатын болса, онда болмайды. Урологқа сразу УЗИ-ге түсіп барса бола ма, жоқ, әлде бірінші врачқа бару керек па? Сіз урологқа бірден бара алмайсыз, оған записпен тек қана через өзіңіздің терапевт ВОП немесе, иә, сол арқылы ғана өте аласыз. Прямо сізге ешкім доступ ашып бермейді оған. Сіз частныйға барам десеңіз, енді ол өз еркіңіз. Түсінікті, иә, барлығы. Қайырлы күн. Қайырлы күн, Гүлбала ханым, толып кетіпсіз дейді, күшті жарасып тұр дейді. Толып кеткен жоқпын, қыздары, мен қазір 8-ші ай беременность, менде ішім үлкен деген ба, сіздер көрсетпей қойын. Құдай қаласа, бір айдан кейін қайтадан біздің вакуум басталады. Иншалла. Болды, иә, сұрақ жоқ, иә, мен тағы бір бет көріп өтейін. Барлығы түсінікті болса. Так, вот, лимон варенье істеймін деп қант қосып қойған едім. Ол бола ма азанда ішуге дейді. Қыздар, осы лимонмен істелінетін жаңағы настой деп айтамыз ба, иә? Оған қант емес, мед қосу керек. Ол сіздің қантыңыз уже вредно, сізге вредно. Сіз оны жаңағы білмеймін енді, ешкімге жамандық тілемеймін, бірақ пайда біреу маған бер десе, соған берсеңіз болады. Прямойға көп шықпай кеттіңіз дейді. Мен 6 ай прямой эфирға шыққан жоқпын. Енді, иншалла, осы соңғы бір айда сіздермен бірге өткізгім келіп отыр. Белім қозғалтпайды. Сіздің диетаңызға қатысқым келіп жүр дейді, бала емізем дейді. Емізетін аналар сіздерге бөлек меню беріледі, еш уайымдамаңыздар. Қатыссаңыздар болады. Маған WhatsApp-қа жазыңыздар, барлықтарыңызға жауап берем. Мен бүйрекке канифрон іше бастадым дейді, врачқа бармадым дейді. Вот осы нәрсе дұрыс емес, қыздар. Сіз қазір канифронды в основном циститқа ішеді, иә? Жаңағы бүйрек ауырған кезде. Сізде ондай проблема болмауы мүмкін, да? Сізде басқа проблема болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде дәрігерге бару керек. Бұл нәрсені мен құптамаймын. Бұл дәруменнің бәр тағамдарды айтыңызшы дейді, қыздар. Google-ды ашамыз, қараймыз, өте көп. Ол өте көп. Зеленый тағамдар. Эфир сақтаймын. Енді жай су ішеміз ба дейді. Я, кока-кола ішпейсіз, газдалған сусындар ішпейміз, қанты бар компоттарды ішпейміз, өзіміз сухофруктыдан компот жасап, мед қосып ішсек болады. Немесе жаңағы қарапайым су ішеміз. УЗИ-да тұз бар деп айтты дейді. УЗИ-да тұз бар деп айтқан болса, міндетті түрде нефролог пен урологқа бару керек, назначениені алу керек, қыздар. Суға бал қосып ішсем болады ма дейді. Болады. Давление, төмен давленияға дейді. Иә, болады. Все, иә, қыздар, барлығы түсінікті деген ойдамын. Сау, аман болыңыздар, қыздар. Ертең эфир емес, дүйсенбі күні эфир қыламын, иә? Өйткені суббота, воскресенье, барлығымыздың қолымыз босай бермейді, үйдің тірліктері бар деген сияқты. Понедельниктен бастап, пятницаға дейін, иншалла, күнде эфирға шығатын боламын. Өздеріңіздің қызықтырған тақырыптарыңызды міндетті түрде астына жаза кетсеңіздер болады.